Біздің көрпеміз дайын болды. Мінекейіңіз. Бұрыш-бұрыштары барлығы біріне-бірі жатып тұр. Ешқандай бұрыш бірінің үстіне бірі мініп кетпеген. Көрпеше тіккенде сіздерде де осындай болу керек. Көрдіңіздер ме? Біріне-бірі ешқандай жері жатпаған. Біріне үстіне бірі құрақ мініп кетпеген. Құрақ осындай біріне-бірі түйісіп қана тұру керек. Міне, қараңыздар. Жегіне су жүргізілді. Барлығының. Шетіне кант жүргізілді. Астары замок. Мұны былай көрсеткенде осылай болады. Мақта 4 келіге жетпейді, өйткені көп болып кетті мақта. 3 келі 600, 3 келі 700 ғана мақта, 3,5 келі болғанның өзінде де әп-әдемі болатын еді, өйткені 4 келі мынаған слишком ауыр болып кетеді екен. Іске сәт барлықтарыңызға оңынан болсын деймін, кәсіптеріңіз. Егер кәсіп бастайым десеңіздер, өздеріңізге болсын, қыз жасауын жасайым десеңіздер, өстіп көрпеше тігіп үйреніп алуларыңызға болады. Міне алдында тіккен замоктарыңыз ішінде осындай болып қалады.